Баршаңызға сәлем, Ереке арнасына қош келдіңіздер. Адам жұмақтағы нығметтерді елестете ала ма? Жоқ, оларды сөзбен айтып жеткізу. Жердегі өмірде қолданылатын бейнелермен жұмақтың бір бөлігінде сипаттау мүмкін емес. Жұмақтағы нығметтермен салыстырғанда, жердегі өмірдің ләззаттары ештеңені білдірмейді. Бірақ жаратқан иеміздің қалауымен жер бетіндегі адамдар жұмақтағы кейбір нәрселерді өз көздерімен көре алады. Бүгінгі видеода біз олардың үшеуін айтатын боламыз. Қара тас. Қағбаның қара тасы әлемдегі ең әйгілі тас болса керек. Ол Қағбаның шығыс бұрышында орналасқан және мүміндердің жүрегінде ерекше орын алады. Бұл Қағбаны тәуап еткен әрбір қажы қолын тигізуге ұмтылатын тас. Бастапқыда бұл ақ түс болған және бабамыз Адам алейхиссаламға жәннаттан түсірілген, бірақ кейін адамның күнәлары салдарынан қара болып кеткен. Ибрахим мақамы. Ибрахимнің тұрған жері. Бұл Қағбаны салу кезінде Ибрахим пайғамбар алейхиссалам тұрған. Адам аяғының іздері бар тастың аты. Алла тағала Ибрахим алейхиссаламға бұл тасты бағындырған. Исмаил алейхиссалам Ибрахим алейхиссаламға Қағбаның қабырғаларын қалау үшін тастарды бергенде, ол тұрған тас кран секілді кірпіштің биіктігіне көтеріліп, немесе айналып өтуге көмектескен. Бұл мақам Ибрахим пайғамбардың мұғжизаларының бірі. Жаратқан ие оған тасты жұмсақ етті. Осы уақытқа дейін онда пайғамбардың екі аяғының ізі көрінеді. Тастың өзі Адам алейхиссаламмен бірге жұмақтан түсірілген. Аджуа құрма пальмасы. Аджуа құрмалары жер бетінде тек бір жерде, Сауд Арабиясының Медина қаласында өседі. Аджуа сорты құрма патшасы болып саналады. Бұл көкшіл реңкпен қалың қара түске боялған құрма. Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхиссалам Аджуа құрмалары жәннаттан деп айтқаны бар. Зертханалық зерттеулер мен көп ғасырлық тәжірибе нәтижесінде Аджуа құрмасының келесідей пайдалары анықталды. Тамырлар мен артерияларындағы қысымды оңтайландырады. Бүйректің тиімдірек жұмыс істеуіне көмектеседі. Сүйектерді нығайтуға ықпал етеді. Жүректің жұмысын жеңілдетеді. Перифериялық жүйке жүйесінің тиімділігін арттырады. Атеросклероз қаупін азайтуға көмектеседі. Ал мына сілтеме арқылы өтіп, біздің басқа да қызықты видеоларымызды тамашалаңыздар.